Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Күйеуімнің сүмелектігін пайдаланып, қайным мені қорлауын қояр емес. Тұрмыс құрғаныма 7 жылдан асып барады. Балам жоқ. Жолдасым екеуміз бұл тақырыпқа ашық сөйлесіп, дәрігерлерге барып көріндік. Кінәрат күйеуімде екен. Өзі бәрін түсінеді, біледі. Менің жаныма бататыны оның көнбес мінезі. Атын атап түсін түстей алмаймын, себебі Алматыға белгілі отбасының келінімін. Байлықпен емес, біліммен аты шыққан жанұя. Үйде 5 ұл, 1 қызы, барлығы үйленген, барлығында бала бар. Тек бізде жоқ. Күйеуімнің бірінші әйелінен қалған қыз 20 жастағы толды. Сондықтан елдің бәрі мені бедеу деп ойлайды. Ең ауыры осы сөзді маған енем мен күйеуімнің жеңгелері емес, қайындарым айтады. Бірінші жанұясымен 12 жыл отасып, 2-ге кетіскен. Ол кезде де қайным жеңгесін кінәлаған екен. Қазір ол әйел қайта тұрмыс құрып, өзге біреуден бала сүйіп, екінші рет ана атанып отыр. Қайындарым да, туыстары да біледі, естіген, сонда да мойындамайды. Урология институтына барып қаралғанымызда ұрықтың қозғалысы 6% деді. Содан бәрі де талай жыл ауысты, айлар ақты, еш өзгеріс жоқ. Жасым 40-қа таяп қалды. Күйеуім 40-тан 3 жыл асып кетті. Темекі мен арағында тастаттырдым. Ұдайы дене шынықтырумен айналысады. Тамақты да дәрігердің кеңесі бойынша ішіп жейміз. Қазақи емге де жүгіндік. Менің қазіргі жағдайым өте ауыр. Елге қарап сөйлеуден, той-томалаққа барудан қалдым. Маған тіл тигізгіш бір қайным бар. Жас күнінде абайсызда біреудің баласын өлтіріп қойған. Содан да білмеймін, сөз көтере алмайтын қыз ба, ақылға тоқтап, әлгі артынан бақпай жатып боқтанып сөйлейді. Осы қайнымның аңдығынан мен болдым. Қайным ағасының бала таптыра алмайтынын біледі, себебі де жақсы түсінеді. Ағасын қамқор болудың орнына қолындағысын бермесін қоймай сұрап жүріп алып алады. Ол аздай қалтасындағы азын аулақ тапқан тиын тебеніне дейін алып қояды. Сылтауы несиенің бары. Өзі полиция қызметкері. Несие кімде жоқ дейсіз, бізде де бар. Айына 1 миллион төлейміз. Қайындарым менімен қанша алысып, тілдері тиіп жатса да, күйеуім бірде-бір рет қорғап інілерін тыйған емес. Олар бірдеңе айтса, қосылып жабылып жүндей түседі. Кейде мені де қарап қалмаймын. Бірде ашу үстінде қатты кеттік. Жағасынан алып, кеудесіне аямай тақпақтап, сенің кесіріңнен кім көргенмен сөз естимін. Сен мені бақытсыз еттің. Басқаны былай қойғанда да өз кінәратыңды біліп тұрсаң да, інілердің аузына жаба алмайсың. Не істеп жүрсің менің қасымда? Кет, менің обалыма да қалдың. Еркек боп бала таптыра алмайсың. Енді өз-өзіме қол салам деп жылап жібердім. Ызаланғанда қалшылдап тұтығып сөйлей алмай қалатыным бар. Қолымды сілкіп жіберіп сыртқа шығып кеткен. 2 сағаттан соң дым болмағандай қайтып кеп тұр. Қайтесің, ит пен ит болмашы, өмір екеумізді ғой. Мен сенен бала сұрадым ба деп қарап тұр. Өмірде мұндай қорланбаспын. Бала керек емес. Оған пәтерде тұрамыз. Түрнектеп жинаған ақша үйдің қабырғасы көтерілген бойда қалды. Себебі өз жұмыс істемейді, такси болады. Тапқанын інілері алып қояды. Өйткені олардың балаларына нан сүт керек, жүргек керек, әйелдеріне сырға керек, құлақ етімді жеп қойды деп жылап кеп тұрған соң бере салады. Ажырасып кетейін десем, күйеуімді қимаймын. Екеуміз ренжіспейміз. Бізді 3-ші адам ұрыстырады. Өзімізді күйеуімнің қатты жақсы көретінін білемін. Оны үнемі айтып та отырады. Жылы сөзбен қамқорлығына кем емеспін. Қатты қызғанады да. Менің туыстарыммен де жақсы қарым-қатынаста. Туған күндерінде қалт жібермей түгел құттықтап отырады. Осындай адамгершілігін жұмсақ жүрегі мен адамы тазалығын аттап жер ортасына келгенде тастай алмайтынымды білем. Бірақ қатты шаршадым. Тым көнбес мінезі қажытты. Елдің бәрі мені бедеу деп бетіме басса да арашаламай алмайды.
Бала туралы сөз қозғай бастасам, сылтау айтып қашқақтайды. Машинасына отырып кетіп қалады. Эко жасатуға да ақшамыз жоқ. Удай қымбат. Жеңгелерім күйеуіңді қимасаң басқадан ту деп азғырып та көрді. Өйткені өле қалғаным жақсы емес па? Құдайдың да көзі қырын кетіп тұр бізге. Қайным төбеме жетіп тынатын сияқты жек көрем. Сүйреңдеп сөз қуады да жүреді. Араласпай кетейік десем, ағасын өзі звондап шақырып алады да үйде не істеп, не қойып жатқанымызды түгел сұрап алады екен. Тыныш жүре алмайды, адаммен алысады де жүреді. 2 жыл бұрын кіші келінмен өстіп алысқан. Ақыл айтыңдаршы. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.